Елдің елдігі сыналған уақытта қолы ашық, жүрегі кең азаматтар қолдау көрсетуден танбай келеді. Коронавирус індеті салдарынан қиын жағдайда қалған отандастарымызға бүгінде тоқтаусыз көмек көрсетілуде. Ауруханаларға жеткізілген ыстық тамақ, науқастарға берілген дәрі-дәрмек, мұқтаж жандарға үлестірілген азық-түлік өнімдерін соның дәлелі ретінде айтуға болады. Қала кәсіпкерлері осы жолыда кезекті игі іске бастамашы болып отыр. Өңірде жақсылық жасы үрдісі жалғасып келеді. Айталық Тараз қаласы әкімдігінің қолдауымен шаһар кәсіпкерлері, сондай-ақ бином жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан бүгінгі күні көп балалы және әлеуметтік аз қамтылған 200 отбасыға азық-түлік пакеттері табысталды. Аталған азық-түлік жинағының ішінде макарон өнімдері, күріш, қарақұмық, күнбағыс майы, ұн, шай, сүт секілді күнделікті тұтынуға аса қажетті өнімдер бар. Кәсіпкерлер тарапынан көрсетілген көмек үшін мұқтаж жандар өз ризашылығын білдіріп, алғыстарын жаудырды. Жомарт жандардың бұл игілікті қадамы өзге жандарға үлгі болуы тиіс дейді қала әкімі Айтқазы Қарабалаев. Құрбан айт алдымызда келе жатыр. Індеттің осында қиын кездерінде облыс әкімі Бердібек Мәшбекұлының тікелей тапсырмасы бар. Осы мынау шама шарқы келгенше халыққа көмектесейік. Халықтың көзқарасы бері қарай кішкене ауу керек деген сияқты мәселелер бар. Сондықтан біз халықпен қашанда осы елдің арасында жүрген азаматтардың бірге екенін айта кетуіміз керек. Сондықтан мына халыққа осы індеттен сақтансын дейміз, отбасылары аман болсын дейміз, дендері сау болсын дейміз. Сондай-ақ қаладағы Садыхан бином жауапкершілік шектеулі серіктестері мен тәтті себет дүкендер желісінің басшылығы да дәл осы қамқорлық акциясын әрі қарай жалғастыруға ниеттеніп отыр. Жақынымызға жанашыр болуға шақыратын осындай сауапты іске үлес қосамын дейтін азаматтар болса, біз қашанда қолдау білдіруге дайынбыз дейді шаһар кәсіпкерлері. Осы елдің азаматы болғаннан кейін өзіміздің мекеменің үлкен басшысы, бас директоры Серікбектен Жолжабековтің шешімімен 5 миллион қаржы бөліп отырмыз. Әрине қазір барлығымызға оңай емес. Бүкіл халыққа келген бір үлкен сын күш, осыны барлығымыз бірлесіп жеңуіміз керек. Айта кету керек, аталған акция 7 күнге созылады. Бір аптаның ішінде жалпы 700-ге жуық көмекке зәру отбасына азық-түлік пакеттерімен қамтамасыз ету жоспарланып отыр. Ұлдана Жұбай, Әлбек Самаликов, Азат Байтемір, Жеті News.